Кім, так, Аязда. Ой, аниматор болып барайшы боссың. Все, расходимся, кет. Алло, да, пап. Қайдасың, балам? Саған не керек, жұмысын істеп жүрейш. Болды, давай. Не болды, әкеңе ашулысың ғой. Ой, сол жұмыс деп босамай жүр. Сендердікі де сондай ма? Иә, дәл сондай. Ұмытып қалдың ба? Төртеуміздің әкеміз бизнес партнерлар емес па? Ой, иә, сол да бар. Ештеңе қызық емес. Жаңа жыл вообще сезілмейді ғой. Айтпа, адамдар жалпы не армандайды екен? Армандарың орындала берсе де қызық емес болады екен ғой. Братан, зарядкаға қойған алып жіберейінші. Тез! Әу, тоқтас. Жаңа жыл қызық болады ма негізі саған? Жалпы, иә. Жаңа жыл вообще нені армандайсың? Мен ба? Жоқ, көршің. Енді саған айтып тұр ғой. Мен шетелге барып қыдырсам деймін. Мысалы, Мальдив аралдары. ой, қызық емес, алдыңғы жылы барғам. Жарайды, все, боссың, бара бер. Не болды бәріне? Саған қызық болып жатыр ма осы жаңа жыл? Тым қызық емес. Вот, сол ғой. Қыздар, сендерге ше? Маған да қызық ештеңе сезіліп жатқан жоқ. Маған да сол, әлде әке-шешеме айтып, Дубайға бару керек пе? Ой, Дубайға бір себеппен бармасаң, қыдыратын қалай емес? Осы адамдар нені армандайды екен? Айтпаш, қалай біліп алуға болады екен? Менде бір идея бар. Білгілерің келе ма? Айтшы тез. Олар армандарын кімге айтады? Жеке психологына? Маша, қайдағы психолог? Өз армандарын Аязда айтпай ма? Да, точно. Бірақ олардың хатын қалай оқимыз? Вот, маған көмегімен. Кәне? Вот, не. Телеграмнан Аязда хат деген канал аштым. Қалай? Адамдар хаттарын жібереді деп ойлайсыңдар ма? Қас, көреміз. Ай, красавчиксың ғой сен. Молодец. Хат кел. Ал оқим. Құрметті Аяз ата, маған жаңа жылға көп нәрсе керек емес. Жай ғана соңғы үлгідегі iPhone 14 Pro Max берсеңіз жарайды. Меш, оны Аязда емес, банктен сұрамай ма? Соны айтам. Армандардың көкесі келсін. Тез оқыш, қызық болып баратыр. Құрметті Аяз ата, маған велосипед сыйлайсыз ба? Қыста велосипед сұраған ес, әлде сүбілейін деген бәкен. Сіздің ақшақар қай жылға дейді? Шынды ғой. Аяз ата, маған жақсы қыз тауып беріңізші. Братан, сен торым соған Аяздан тым күнәсі жоқ қой. Аяз ата, мен сізден көп нәрсе сұрамаймын. Біз кедей отбасымыз. Әкем жақында ауырып қалды. Анам жұмыссыз, әкемді қарап үйде отыр. Жыл сайын жаңа жылдық мерекелік дастархан басында жиналатын едік. Биыл тіпті тамақ алатын мүмкіндік жоқ. Сізден көп сұрамаймыз. Жай ғана осы мерекені мол дастархан басында отбасымызбен отырып қарсы алғымыз келеді. Осындай отбасылар да бар ғой. Айтпа, көп қой бұндайлар. Кім? Мадина, бич. Мынаған адрестарын тауғаш, барып сұраған заттарын апарып берейік.
О, табылған ақыл қазір. Жібердім. Все, келді. Все, болды, жиналдым. Алло, Әділбек, машина дайында. Қалай күшті қуанып қалып көрдіңдер ма? Айтпас. Прям мәз болып қалды ғой. Соны айтамын. Қараш, ата қандай хаттар бар? Точно, біраз хаттар жинап қалыпты ғой. Тез оқыш. Аяз ата, мен денсаулық жағдайыма байланысты үйде оқимын. Үйде отырғандықтан менде дос жоқ. Жаңа жылда маған жақсы достар сыйлауыңызды сұраймын дейді. Ал енді не істейміз? Дос боламыз ба? Негізі өте жақсы идея, бірақ қолымыздан келе ма? Оны барған соң көре жатармыз. Кеттік. Мұндай әсер аламын деп ойламаппын. Айтпа, аттракцион, Диснейленд дегендерін ойнамай қалды ғой. Соны айтам. Кішкене ғана көңілдің өзі адамды қалай өзгертеді? Қыздар, балдар, төртеуміздің де әкелеріміз бір-бірімен дос. Оның үстіне ірі кәсіпкерлер. Ақшаны бізден аямайды, ал біз болсақ, оңды солды шашып, әр нәрсеге жұмсап жүрміз. Қараңдаршы, азғантай ғана қаражатпен қаншама адамның көңілін көтеруге болады. Айтпа. Тағы да хаттар бар ма екен? Оқиықшы. Так, мынау маңызды емес. Ақша, сыйлық, айфон. Кілең зат сұрайтын нес? Ақымақ па? Кімге кіресің? Кеше ғана айфон алып бер деп жылаған кім? Ой, енді мен... Болды, ақтанбас енді. Ту, я. Қырсығып алдыртып алып, енді ұялып отырмын. Жә болды, ақталмаңдар. Бәріміз осылай алдық қой. Болды, қойсаңдаршы, әр қарай оқиықшы. Аяз ата, жындадам секілді хат жазып отырғамды қараш. Бірақ жасым 40-та болса да, осы хатты жазайын деп шештім. Мен балама жақсы болашақ, таршылық көрмейтін балалық шақ сыйлаймын деп жүргенімде, әке рөлін ұмытып кеткен сияқтымын. Жұмыс деп жүріп, оған уақыт бөлуді естен шығардым. Бар өкінішімді өзіңе хат қылып жазып отырмын. Жаңа жылдан бастап өзгеріп, отбасыма көбірек уақыт бөлуге уәде беремін. Не деген әсерлі әңгіме? Кейде ата-анамызға қатты сөйлеп қоямыз ғой. Мысалы, бүгін ғана біреу әкесімен ұрсып қалып еді.
не болды? Мен не істедім? Өзі ғой. Қараш, жаңа хаттағы адам секілді сенің әкең де балалар үшін тырысып жүр. Бір сәл ұятың болса, кешірім сұрасаңшы хабарласып. Жалғыз мен ба не әкесіне қарсы сөйлеген? Сендер де хабарласасыңдар. Біз ба? Біз не деп? Давайте битик. Мен хабарласқаннан кейін сендер де хабарласасыңдар. Жарайды, бәріміздің де хабарласып кешірім сұрағанымыз дұрыс негізі. Алла әке, бағаным үшін кешірім сұраймын. Жалпы осы уақытқа не істеген қателіктім үшін кешірім сұраймын. Білемін ғой, біз үшін жүрсіз. Мен де ондай болмаймын. Әке, мен сізді жақсы көремін. Ой, балам, мен сенен кешірім сұрайын деп отыр едім ғой. Қателік менен де болды. Былай қылайық. Екеуміз аулада бір қысқы шашлык пісіріп әңгіме айтайық. Жарайды. Жақсы. Так, қалай болды? Бәрі күшті болды. Ертең ол барлық жұмыстарын тастап, маған уақыт бөлетін болды. Мынауың керемет қой. Керемет. Мен сендердің кезектер. Айтылған сөз, атылған оқпен тең. Ал, мен бастайын. Алло, мам, істеп жатсыңдар? Үйдеміз, иә. Не ғой, мен саған бірден айтайын деп едім ғой. Айта бер. Мама, білесің ба? Не? Мен сені жақсы көремін ғой. Ау? Мен сені жақсы көремін ғой. Иә, білем. Осы уақытқа дейін істеген істерім үшін сенен кешірім сұраймын. Не болды? Бірден болды ма? Жоғалып алдың ба? Жоқ, просто. Сені жақсы көретінді айтқым келген ғой. Ой, жаным, мен сені жақсы көремін ғой, білем ғой. Иә. Әке, сәлем бердік. Қалайсыз? Әке, мен сізді жақсы көрем. Мен сізді жақсы көрем. Осы уақытқа дейін жасаған қателіктерім үшін кешірім сұраймын. Сізге алғыс білдірем. Үлкен рахмет, мен сізді жақсы көрем. Дымда емес, жай просто сізге махаббатым ашылып отыр. Просто мен сізді жақсы көретінді айтып жатқам ғой. Ой, жаным. Алло, мам. Ау, құда. Қалайсыңдар? Дейін сәң ұтқал ма не? Жоқ, қалайсыңдар? Үйдеміз, жақсымыз. Не істеп жатсыңдар? Амамыз. Үйде. Мам, мен саған бірдеңе айтайын деп едім ғой. Иә. Мам, мен сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Осы уақытқа дейін Неге жасаған айтырсың? қателіктерім үшін кешірім сұраймын. Құдай жаным. Кешірдім, не ол? Жай айтып жатқаным ғой, просто. Достар, қараңдаршы. Мына бір ғана канал біздің өмірімізді қалай өзгертіп жіберді. Түбегейлі өзгертіп жіберді ғой. Кеше ғана ынжық, ерке едік, айналамызды жаңа талғандай болдық қой. Енді бұл істі тоқтатпауымыз керек. Бізге келген хаттар әлі көп. Алдымен үйімізге барып, ата-анамызға алғыс айтайық. Дұрыс, кеттік. Алла әке, бағаным үшін кешірім сұраймын. Жалпы осы уақытқа не істеген қателіктім үшін кешірім сұраймын. Ой, балам, мен сенен кешірім сұрайын деп отыр едім ғой. Қателік менен де болды. Былай қылайық. Екеуміз аулада бір қысқы шашлык пісіріп әңгіме айтайық. Жарайды. Жақсы. Бірден қабыл болып кеткенші. Мұны шынымен істей ма? Аязда хат жазыңдар. Аязда хат жазыңдар. Тілектерің бірден орындалады екен. Мен өзім таңғалып отырмын қазір. Қызық. Аязда хат жазып отырмын, қалай отырмын осында? Аяз ата. Жынды адам секілді хат жазып отырғанымды қарашы. Бірақ жасым 40-та болса да осы хатты жазайын деп шештім. Мен балама жақсы болашақ, таршылық көрмейтін балалық шақ сыйлаймын деп жүргенімде әке рөлін ұмытып кеткен сияқтымын. Жұмыс деп жүріп оған уақыт бөлуді естен шығардым. Бар өкінішімді өзіңе хат қылып жазып отырмын. Жаңа жылдан бастап өзгеріп, отбасыма көбірек уақыт бөлуге уәде беремін.